тапқан ақшасын мен дұрыс жұмсауым керек қой. Әйел поддержка беріп, энергетикамен толтырып, ер адамды көтеріп отырса, елеумін деген мысалы өзіне жетуі мүмкін да. Главное тұратын жеріміз ішетін тамақ болса болды. Қалай айтамын? Өзім табам. Миллионнан асты. Сәлем достар, бүгін біз қыздарға болашақ жарыңның айлығы қанша болу керек деген сұрақты қоятын боламыз. Ендеше кеттік. Айына 200-300 жетеді. Ну, қазірге, например, 200-300 мың. Ал егер 100 немесе 50-70 тапса ше? Болмайды, ұмтылу керек. Миллионнан асты. қанша тапса да, нағыз адал жар болса болды. Примерно қанша Примерно 100 мың. Сондай болатын шығар, жететін шығар. Білмеймін ғой, жағдайға байланысты. Квартира алу. Иә. Косметиканың сен 50 мың тұрады. Жоқ, мен косметика ондай алмаймын, қымбат. Иә. Сіз итак әдемісіз, Ну, просто салондарға барып өтпеймін өзім былай. 200-300 мың хотя бы. Мне без разницы. Егер таппаса ше? Өзім табам. Сонда өзің асырайтын болып тұрсың. Негізі маңызды емес. Шамамен 150-200. Одан аз болса да ештеңе етпейді, өйткені бірге қосыламыз ғой. Білмеймін, бәрібір. 200 мың, наверное. Бәрібір, ол жағына ойланбаппын. Бәрібір. По идее, отбасына асырайтын сол адам ғой. Енді больше табу керек деп ойлаймын. Больше это сколько? Не знаю. Как сможет. А если 50 мың ғана сможет болса ше? Просто елеумін деген мысалы өзіне жетуі мүмкін да. А отбасы болған кезде ода бір адам емес, тек қана 2 адам, 3 адам болады. Сондықтан больше кішкене. Бәрібір. Самылғанды өзім жақсы тапсам болды. О, примерно 170-180, наверное. Ну, минимум 200 нормально. Маңызды емес? Мысал үшін, ол 50 мың табады, сіз 175 мың теңге табасыз. Маңызды емес. Анда еркектің, әйелдің тапқан ақшасынан еркектің тапқан 100 теңгесі артық деп айтады ғой. Не значит. Бәрібір общий семейный неге накопленияға кететін ақша ғой, семьяға жұмсайсың ғой бәрібір. Қанша тапсан да. Если ол ақылды болса, тогда енді менен көп табуға тырысады шығар. Нет, дело в том, что если ты не работаешь, если сен жұмыс істемесең, то только сен жұмыс... Енді оның тапқан ақшасын мен дұрыс жұмсауым керек қой, сол менің қолымда ғой. Қайт жұмсайсың? Квартираға. Екеумізге жетеді. 500 мыңнан жоғары. Главное, не мен асырай алса болды ғой. Я думаю, что егер де екі адам бірдей тапса, ол тиімді болады деп, және де ол разница жоқ, главное бақытты болса болды. Маңызды емес маған. Бастысы бақытты болса, иә, бірге не істейміз, бәрін бірге көреміз, короче. Ақша маңызды емес маған. Ақша, дүние, главное тұратын жеріміз, ішетін тамақ болса болды. Тұратын жеріміз Анталияда да? Жоқ. Мен шетелде тұруға қарсымын. Ау? Оның бәріне шамамен қанша кетеді сіз асырау үшін? Қазір өзіме жалғыз 150-200 кетеді шығар. Онымен болғанда, білмеймін. Косметикаға қанша құртасың? Өте аз. Қанша? 20-30. Күн көре алатындай жағдайда болса. Қанша ақшаға күн көре аласыз? Мен қалай айтамын? Ну, где-то, наверное, 200-300. Ол енді әйел затына байланысты ғой, әйел поддержка беріп, энергетикамен толтырып, ер адамды көтеріп отырса, табат деп ойлаймын. Ол әйелге байланысты. Қанша табу керек деген ондай сұраныс жоқ, бірге бір бизнес ашып жасса болады. Мені елден қалдырмайтындай қылып жеткізсе болды. Ну, главное, чтобы жететіндей, чтобы елден сұрамайтындай там. Сіз жағдайына қарайсыз ба тұрмысқа шығатын жігіттің? Барлық қыз қарайды. Барлық қыз қарайды. Ол это чистая правда. Любой қыз қарайды жағдайға, от этого не избежать. Күйеуге шығу үшін жігітте машина, үй болу маңызды ма? Үй маңызды деп айта алмаймын, бірақ машинасы болу керек. Қыз айтпайды сізге маған 350-ка, анау мынау деп айтпайды. Жай ғана астында бір жерге жүре алатын машина. Не знаю, главное, что он целеустремленный был и все. Я не могу сказать, чтобы он был таким прям миллиардером. Для меня это не важно. Для меня важнее, чтобы, но тем не менее, чтобы он зарабатывал хотя бы на пропитание для себя, а дальше мы уже вместе сможем добиться большего. Заработок не важен, потому что человек может не иметь ничего, но тем не менее он может с годами достигнуть всего самого наилучшего, поэтому я думаю, что мы должны подниматься вместе.
500 мың. Бізді ғана емес, өзінің ата анасын асырау керек. 1 миллиондай где-то. Айына 1 миллион. И плюс сіздің тісіңізді емдету. Ол да бар. Ол маңыз емес, шыны керек. Егер 50 мың тапса? 50 мың тапса, бірігіп, бірге жинап, бірге дамимыз. Тұрмысқа шығатын кезде жігіттің жағдайына қарайсыз ба? Жоқ, мүлдем. Жағдай төмен болса да. Қазіргі сәтте болашақта барлығы қарайтын шығар, бірақ қараудың маңызы жоқ. Ең басты махаббат сыйластық болса болады. Қанша табады, сонша таба берсін. Тұрмысқа шығатын кезде жігітіңіздің жағдайына қарайсыз ба? Жоқ. Бірге жетеміз бәріне. Все вместе? Да. Все, спасибо. Идите теперь вместе.